Педагогтарды жұмысқа қабылдау оқу ағарту министрлігінің 57-ші бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. Біз сол бұйрықтың аясында жергілікті менталитетті ескере отырып, осы барлық бос жұмыс орындарына конкурс өткізуді орталықтандыруды ұйғардық. Осыған байланысты мектептерден білікті, саналы, әділ, таза жұмыс істейтін барынша жаңағы абыройлы педагогтерді, қызметкерлерді жинақтадық, топтастырдық. Солардан 15 топтан тұратын комиссия мүше жаңағы жұмысты қадағалайтын арнайы комиссия жасақтадық. Мектептерде осы бос орындардың барлығына бірдей конкурс жарияланатын болады. Сонымен қатар ертең және арғы күні, яғни осы аптаның бейсенбі, жұма күндері осы көрме орталығында бос орындардың жәрмеңкесі өтетін болады. Мен осы сіздер арқылы барлық жұмыс іздеп жүрген осы білім саласында педагогтерді, басқа да қызметкерлерді сол бос орындар жәрмеңкесіне келуге, осы біздің жаңағы білім басқармасы тарапынан құрылған комиссияның ақыл кеңесін, консультациялық кеңесін алуға, сол жұмыс орындарына құжат тапсыруға, сөйтіп жұмысқа орналасуына шақырамыз. Және 2 аптадан кейін нәтижесі шығатын болады. Педагог осы орталықтандырған конкурс бойынша орналасқан педагогтардың барлығын жаңағы білікті ұстаздарымыз бар емес пе біздің комиссия құрамына кіретін, қадағалайтын комиссия, соларды сопровождать ететін болады. Соларды алып жүретін болады. Үнемі жағдайын біліп отырып, ол жерде сағаттың дұрыс бөлуін, сабақтың ары қарай өтуін, дұрыс өтуін, жоспардың дұрыс құрылуына әдістемелік, тәжірибелік көмек көрсететін болады. 2 аптадан кейін нәтижесін шығарамыз. Біз де сіздерді осы бос орындар жәрмеңкесіне, жалпы конкурстың өтуіне бірлесіп қатысуға шақырамын. Ал енді мына кіші қызметкерлерге конкурс қабылданатын ол кісілер бейсенбі, жұма күндері осы көрме орталығына келетін болса, біз ол кісілерді де бірден жаңағы жұмысқа қабылдауға, құжаттарын тексеріп беруге, немесе қандай қажетті құжаттар алып келуіне қатысты кеңесті беретін боламыз.